Саламатсыздар ма? 9 сынып геометрия пәні бойынша 2 тоқсанға арналған тжб тапсырмалары. Бірінші, есепте бізде параллель көшіру кезінде абс үшбұрышының А нүктесі мына А штрих нүктесіне көшірілді дейді, иә. Енді бізде В нүктесі мына В штрих нүктесіне көшу керек қой. Сол біз қандай нүктеге көшу керек екенін мына жерден табуымыз керек екен, иә. Енді мен оны былай түсіндірейін. Мысалға бізде мына А нүктесінің координатасы 2 де 3 еді ғой. 2 де 3 еді. Енді осыған бір қандай да бір мысалға мына А штрих нүктесіне көшті де, ол бізде 2 қосылған, мына 2-ге бір қандай да бір x-ті қосып едік, ол А штрих болды. 3-ке бұл бізде y ғой, иә. Y-ге біз тағы да y-ті қосатын болсақ 3-ке, сонда бар біздің мына А штрих нүктесі ол мынаған тең болған ғой, мінекей 3-те 3-ке. Енді мен осы жерде мына екеуін мынаумен мынаны теңестірсем болады, иә. Сонда 2-ге x-ті қосқан кезде ол 3 болған екен. 3-ке y-ті қосқан кезде ол 3 болған екен деп, иә, мінекей. Осы жерден x-ті табатын болсақ, 2 азайтылып барады, 3-тен 2-ні азайтсақ 1, мына жерде y тең болады, 3-тен 3-ті азайтам 0 болады, иә. Сонда бізде мына іздеп отқанымыз жаңағы 1-де 0 нүктесіне жаңағыдай параллельно көшкен ғой, иә. Мына қандай да бір мына бір вектор деп алсақ мысалға, иә. Сол нүктемен параллель көшіп отырған, иә. Енді мен мына В нүктесінің координатасы 3-те 1. Енді осы жерде мен В штрихқа көшу керек қой, иә. Сонда В штрихқа көшкен кезде мына 3-ге қосылу керек екен мына x-іміз. 1 қосылады. Келесі мынау y қой, иә. Y-ге онда біз y-ті қосамыз 0-ді. Сонда бізде В штрих нүктесінің координатасы 3-ге 1-ді қоссақ 4, 1-ге 0-ді қоссақ 1. Бізде 4-те 1 дейтін нүктеге көшеді екен. Ол мінекей мына жерде жасырынған екен, иә. Келесі мына 90 градусқа сағат тілі бойынша бұруды қандай қозғалыспен ауыстыруға болады дейді. Мына жерде бізде 270 градусқа бұрумен ауыстыруға болады, иә. Келесі С нүктесіне қатысты АБ кесіндісіне симметриялы А1 В1 кесіндісін салыңыз. Енді қарасаңыздар, мына жерде 1, 2, 3, 4. С нүктесіне қатынау солға қарата 4 нүкте жылжыған ғой. Мен былай қарай 1, 2, 3, 4 деп мына жерге дейін жылжытамын да сонда. Мына В нүктесін. Енді ол төменге қарай кеткен ғой. Керісінше мен жоғары қарай көтеремін да сонда мына жерге мінекей осылай. Келесі, енді мына жерде бізде 2 рет солға жылжыған, демек бізде 2 рет оңға жылжиды. Сосын 2 рет жоғары жылжыған, демек 2 рет төменге жылжиды бізде керісінше. Енді осылардың барлығын кетіріп тастайын мен. Сонда мына екеуін қосам ғой. Мінекей. Бізде осындай бір А1 В1 дейтін кесінді шығады екен. Мынау бізде мына жерге көшті ғой, иә. Мынау А1 болады. Мынау мына жерге көшті, онда В. Келесі координаталық жазықтықта А және В фигуралары берілген. Мынау бізде А сұрағы бойынша А фигурасын В фигурасына түрлендіруді. Сонда А нұсқасы 90 градусқа сағат тіліне қарсы бас нүктеге қатысты бұру, иә. 0 нүктесіне немесе бас нүктеге қатысты бұру деп жазсақ болады, иә. Нүктесіне қатысты бұру. Келесі бізде мына жерде x тең болады -1 түзуіне қатысты симметриялы деген сөз. Мына жерде
x тең болады -1 дейтін мынау ғой мінекей, иә. Мінекей осы жерден бізде осыған қатысты симметриялы болу керек. Мынау бізде x тең болады -1 деген түзу, иә. Енді сонда мынау қарасаңыздар мына жерден 1, 2, 3 бірлік оңға жылжыған ба, енді керісінше ол 1, 2, 3 бірлік былай жылжиды. Мына жердегі нүкте мынадан басып санаймын, иә. 1, 2, 3, 4. Мына 4 бірлік жылжыған ба? Онда мынадан басып санаймын. 1, 2, 3, 4 мына жерге келеді. Келесі мынау бізде жоғары қарай бізде неше рет көтерілген? 1, 2, 3. 3 рет көтерілген. Демек мына нүкте ғой, иә, ол мына нүкте ғой. Демек осы жерден 1, 2, 3 мына жерге келеді ғой. Сонда біздің мынандай бір мынаны басқа түспен алайын қазір. Мынаны бір басқа түспен алып салайын. Сонда бізде мынандай бір мінекей осындай бір үшбір шығады екен, иә. Мен оны қатысты симметриялы деген сөз, мына А фигурасын x тең болады -1 түзуіне қатысты симметриялаңыз деген мынау, иә. Мен оны қандай да бір с дейтін әріпке белгілеп қояйын. Бізде сұрағаны осы еді, мінекей біз салдық. Келесі 5-ші есеп АБС үшбұрышының АД биссектрисиясы ВС қабырғасын менің суретін салайын жерге. Бізде осындай АБС дейтін үшбұрыш бар екен. АБС. Осы АД биссектрисиясы дейді. Демек, мына жерден бізде бір биссектрисия жүрген екен, иә. Мына бұрышпенен мына бұрыш тең деп білдіріп қояйын. Келесі АД, мына жерде бізде Д дейтін нүкте бар. Келесі осы СД ВД және СД кесінділеріне бөледі. Олардың ұзындықтары сәйкесінше 6 және 9. Мынаны мен 6 деп алайын, енді кішкентай болып тұр, мынаны 9 деп алайын. ВС үшбұрышының периметрі 45-ке тең АВ және АЦ-ны тап деп тұр, иә. Енді мен осы жерде былай деп жазайын, иә. Берілгені бізде мына жерде мына периметр АБС үшбұрыштығы берілген, иә. Ол 45-ке тең деп айтылған. Енді осы жерде біз мына ВС-ны табатын болсақ, ол бізде ВД немесе мен былай жазайын. ВД дегеніміз 6 сантиметрге тең, ал ВДС дегеніміз ол 9 сантиметрге тең. Енді мен осы жерден ВЦ-ның ұзындығын таба аламын ғой, мына ұзындықты таба аламын ғой, иә. Екеуін қосып жіберемін, сонда ол 15 сантиметр болады, иә. Енді мен мына жерде былай жасағым келіп отыр. Мен АБ қабырғасын X деп алайын. Сосын АЦ қабырғасын Y деп алайын. Ой, Y деп, иә. Осыны қазір біз табамыз. Енді шешуі мына жерде. Біз периметр дегеніміз не? Периметр дегеніміз ол мына АБС-ның периметрі. Ол АБ қабырғасына барлық қабырғаларын қосып шығамыз, иә. ВЦ-ны қосамыз және АЦ-ны қосамыз. Периметр АБС бізде 45-ке тең екені белгілі. АВ дегенімізді мен X деп алдым. Ал АЦ дегенімді Y деп алдым. Мынаның орнына қойдым, мынаның орнына қойдым. ВЦ-ның орнына мен есептің шартында 15 екені бар, соны қоям. Сонда мына жерде X қосылған Y тең болады. 15 теңдіктің келесі жағын азайту болып барады да 30 болып қалады, иә. Енді осы жерде X пен Y-тің қосындысы 30-ға тең болды. Енді мен былай жасағым келіп тұр. Мынаны мен X деп алсам, мынаны, иә. Мынаны X деп алсам. Демек, екі қабырғасын қосқанда бізде 30 шығу керек қой. Онда мен былай істейін тек. Енді мына жерден мен былай істейін. X тең болады 30 азайтылған Y-ке. X-тің мәні 30 азайтылған Y-ке тең болды, иә. Енді біз мына биссектрисияның қасиеті бойынша мынаны мен X деп алдым. Мынаны мен Y деп алдым. Иә? Енді биссектрисияның қасиетін орындайын. Егер бізде
V'ді мына жерге жазып қояйын. А Д биссектриса қасиеті бойынша деп жазайын мына жерге. Бойынша мына ВД-ның АВ-ға қатынасы ол тең болады ДС-ның АЦ-ға қатынасына. Енді апарып қояйын. ВД дегенімізде 6-ға тең, АВ дегенімізде X-ке тең. Келесі X-ке тең. Енді ДС дегенімізде 9-ға тең, АЦ дегеніміз Y-ке тең. Осы жерде мен мынаны 6 бөлінген X қой. X-ның орнына мен былай жазсам болады, иә. 6 бөлінген X-ның орнына мынаны апарып қойсам болады ғой. Сонда 30 азайтылған Y деп. Ол тең болады 9 бөлінген Y-ке. Енді мынау пропорциямен көбейтіледі, иә. Сонда мына жерге жазайын жалғасын, иә, мына жерге. Сонда 6-ға Y көбейтіледі, 6Y болады. Келесі 30-ға 9-ды көбейтеміз, 270 болады. 9-ға минус Y көбейтсек, минус 9Y болады. Енді келесі жағына 9Y плюс болып барады да, мынаған қосылып 15Y болып кетеді. Мына жерде 270 қалады. Y тең болады, екеуінде 5-ке бөлсек 90. Мына жерде 3 қалады. Сонда 270-ті 15-ке бөлсек 30 шығайын деп тұр, иә. 30 шыға ма? Жоқ, 30 шығу мүмкін емес, иә. 30 шықпайды. Так, қазір. Калькулятормен есептеп жіберейін мен қазір, неше болатын. 270-ті бөлемін 15-ке. 18 болады екен. Сонда Y 18-ге тең болды. Енді осы жерден X дегеніміз не еді? Ол 30 азайтылған Y қой. Ол 30-дан азайтамын 18-ді. Сонда ол 12-ге тең болады екен. Демек, жауабын жазуымыз керек. Жауабы ең соңында. Мына жерде жауабы АВ дегеніміз ол X-ке тең. X дегеніміз 12-ге тең. Ал АЦ дегеніміз ол Y-ке тең. Ол бізде 18-ге тең. Бұлардың барлығы сантиметрмен жазылу керек. Келесі. FK нүктелері ABCD трапецияның диагоналдарының орталары. Мына жерге салайын. Келесі енді мынаны белгілеп қойын. A, B, C, D деп. Енді осы жерден бізге айтады. Мынау бізде диагоналдар жүргізілген. Мінекей былай. Және мына нүктенің бізде О екені айтылған, иә. Енді келесі бізде мына жерде тағы да біз мына екеуінің қақ ортасы мына жер мінекей. Мынаның қақ ортасы мынау болса, осы бір жерде айтады бізде FK деп белгіле дейді. FK. Енді бізде трапецияның табандарының ұзындығын табуымыз керек. Мен енді берілгенін жазып алайын. Берілгені бізде A, B, C, D трапеция. Трапеция. Енді В оның есептің шартында 7-ге тең екен айтылған. ВО 7-ге тең. ДО ол 11-ге тең дейді. Келесі FK 8-ге тең екен. Онда ABC табандарының ұзындығын табыңыз. Трапеция табандарының ұзындығы. Демек бізде VC-ның ұзындығын табу керек. Және AD-ның ұзындығын табуымыз керек екен.
келесі шешуі. Мына жерде мен V10-ың белгілеп қойым. Мына жер бізде ол 7-ге тең. Келесі DO. Мына ұзындық бізде 11-ге тең. Келесі FK 8-ге тең. Енді есепті шартты тағы бір оқып алайық. FK түбелері ABC трапециятель диагоналдарының орталары. O трапеция диагоналдарының қиылысу нүктесі. FK-ның ұзындығы трапеция табандарының ұзындықтарының айырмасына тең. Демек, FK-ның ұзындығы трапеция айырмасына тең. VO осыған тең болса, FK-ға тең болса, трапецияның ұзындығын табыңыз, табандарының. Так, мына жерде біз былай жасайық, AD-дан біз AD-дан VC-ны азайтқан кезде ол FK-ға тең болады екен. Сонда AD дегеніміз сонда AD азайтылған VC FK дегеніміз ол 8-ге тең, е? Сонда біздер мынаны азайтқан кезде 8-ге тең болып тұр. Енді не істесек болады, так. Онда мен былай істейін. AD дегенім ол 8 қосылған минус VC-ны теңдіктің келесі жағына түскен плюс VC-ға тең. AC-ның мәні осыған тең болды, е? Енді мына жерде қарасаңыздар, біз мына 2 үшбұрышты ұқсас деп ала аламыз, е? Мына VOC менен AOD. Бізде үшбұрыш VOC менен V үшбұрыш VOC ұқсас, е? Мына белгісі ұқсастық белгісі. Енді ұқсас болатын болса, онда мына қасиет орындалады, е? VO-ның OD-ға қатынасы немесе DO-ға қатынасы ол тең болу керек VC-ның AD-ға қатынасына. Енді апарып қойайын. VO дегеніміз есептің шартында 6-ға тең, DO дегеніміз 11-ге тең, VC дегеніміз белгісіз. Мына бізде VC дегеніміз белгісіз. Ал AD дейтіннің орнына 8 қосылған VC деп қоя аламын, е? Өйткені 8 қосылған VC-ға тең ғой AD, е? Енді көбейтейін. 7-ге 8 көбейтіледі 56. 7-ге VC-ны көбейтсем 7 VC. Келесі тең болады. Пропорциямен көбейтем, 11-ге VC-ны көбейтем 11 VC. Енді 56 тең болады. 7 VC 11 VC-дан азайтылса 4 VC қалады. Сонда 4 теңдіктің келесі жағына бөлу болып барады. 56-ны 4-ке бөлейін. 56-ны 4-ке бөлсек бізде 14 шығады екен. Сонда VC-ның мәні ол 14-ке тең болды. VC 14-ке тең болса, онда мына AD-ны табатын болсақ, 8 қосылған VC, е? Демек осы жерден AD дегенім ол 8 қосылған VC-ға тең. Сонда 8 қосылған VC-ның мәні 14-ке тең. Екеуін қоссақ 22 болады, е? Жауабын жазатын болсақ, AD дегенім ол 22. Бізде сантиметр деп ештеңе берілмеген, онда осы күйде қалдырамыз. Келесі VC ол 14-ке тең болады екен. Мына жерге жазып қойын, е? 22 мынау. Сонда мынау бізде 14 болады. 22-ден 14 азайтсам 8-ге тең болады, шынымен де. Келесі 7-ші суретте A фигурасы V фигурасына гамма-тете арқылы түрлендірілген. Осы гамма-тете үшін келесі параметрлерді анықтаңыз деп беріліпті. Енді бұл жерде ұқсастық коэффициенті бізде K дегеніміз. Мына қарасаңыздар, мынау бізде 1, 2, мынау бізде 1, 2, 3, 4. Демек, 4-ті 2-ге бөлсем 2 шығады. Демек, мынау бізде надан 2-есе үлкен болып тұр ғой. Ал
ұқсастық коэффициентінің гомеометрия коэффициенті дегеніміз ол ұқсастық коэффициенті, иә. Оны 2 деп жазып қояды екенбіз мына жерге. Келесі мынаны мысалға 0 нүктесі деп алса, ол -4-те 0 нүктесі болады, иә. Келесі 8-ші суретте АБ және еді кесінділері өзара параллель. Енді бізде А нұсқасы бойынша АБС үшбұрышының ВД есі үшбұрышына ұқсас екенін дәлелдеңіз деп берілген, иә. Мына жерде А нұсқасы. Бізде мына бұрыш пенен мына бұрыш тең. Онда мен айта аламын. Бұрыш АЦВ ол тең болады. Мына АСВ бұрышы ол ЕСД бұрышына тең. Бұрыш ЕСД-ға тең болады. Неге? Өйткені олар вертикаль. Вертикаль бұрыштар тең болатын еді, иә. Келесі енді мына жерде мен мынаны кетірейін де. Енді мына бұрыш пенен мына бізде тұра берсін, жақсы тұра берсін. Мына бұрыш пенен мына бұрыш екеуі тең. Өйткені мен жазайын енді мына бұрыш ВАЦ ол тең бұрыш СДЕ немесе ЕСД разница жоқ жаза бересіз, СДЕ немесе ЕСДС деп жазсаңыз болады. Бұл бізде ішкі айқыш бұрыштар. Келесі тап солай. Мынау менен мынау мен тең ғой. Біз айта аламыз онда бұрыш АБЦ тең болады бұрыш СЕД-ға. Олар да ішкі айқыш бұрыштар. Онда осы жерден біз дәлелдедік мына үшбұрыштардың ұқсас екенін. Демек, үшбұрыш АБЦ ұқсас үшбұрыш ДЕС-ға. Мына бізде ұқсас деп жазбай, осылай белгімен қойсақ болады, иә. Келесі енді Б нұсқасы. СЕ кесіндісінің ұзындығын табыңыз дейді. СЕ кесіндісінің ұзындығын табатын болсақ, бізде екі үшбұрыш ұқсас болса, мына теңдік орындалады, иә. ВЦ-ның СЕ-ге қатынасы ол тең болады АВ-ның ЕД-ға қатынасына. Сонда есептің шартында ВЦ-ның бізде 5-ке тең екені айтылған. Ал СЕ бізде жоқ, как раз осыны табайын деп отырмыз, иә. Ал АВ ше, АВ 6-ға тең, ЕД ол 9-ға тең. Пропорциямен көбейтеміз. 6-ға СЕ-ні көбейтсек 6 СЕ болады. 9-ға 5-ті көбейтсем 45 болады. СЕ дегеніміз сонда 45-ті 6-ға бөлеміз. 7,5 болу керек, 45 бөлінген 6. Ол 7,5-ға тең болады екен. Демек, мынау СЕ 7,5 немесе 7,5-ға тең. Мына жер бізде 7,5-ға тең болды. Енді бізде Б нұсқасын болдық. Енді келесі бізде С нұсқасы. АБС үшбұрышының ауданы бізде С нұсқасы С АБС. Ол бізде 20-ға тең екені белгілі болса, ДЕС үшбұрышының ауданын табыңыз. Бізде С ДЕС үшбұрышының ауданын табуымыз керек. Енді осы жерде мынандай қасиет бар еді. Мысалға біз АВ-ның мына ЕД-ға қатынасы ол қандайда бір к дейтін коэффициентке тең. Енді АВ деген нешеге тең? 6-ға тең. Онда апарып қойын. 6 бөлінген шешуі деп жазайын. Шешуі АВ-ның ЕД-ға қатынасы ол қандайда бір ұқсасты коэффициентке тең. Енді АВ дегеніміз не? 6-ға тең, ЕД дегеніміз не? 9-ға тең, ол тең болады К-ға.
Енді екеуін қысқартайын. Мына жерде 6-ны 9-ға бөлсек. 6-ны 9-ға бөлсек бізде дұрыс мән шықпайды. Қысқартайын. Сонда 2 болады. 3-ке қысқартсам, мына жерде 3 болады. Демек, ол k-ға тең. K-ға тең болды, я. Енді мен осы жерде мен мына 3 A, B, C-ның 3 D, E, C-ға қатынасы ол бізде формула бойынша k квадратқа тең еді. Енді 3 A, B, C-ның мәні бар екен, бізде 20-ға тең. Ал DS, D, E, C бізде жоқ. Соны табайын деп отырмыз, е. Ал k деген бізде мына 3-тен 2. Демек, 3-тен 2-ның квадраты болады, е. Сонда 3-тен мына жерге k-ның орнына 3-тен 2-ні қойсам, 3-тен 2-ні квадраттасақ 9 және 4 болмай ма, е. Енді осы жерден мына жерде 4-ке CD2 көбейтіледі, жалғасы. Былай келеді, жалғасы. 4-ке CD2-ні көбейтсек, 4SD тең болады. Пропорциямен көбейттім, е. 9-ға 20-ны көбейтем. Сонда 20 көбейтілген 9 демесе. Осы жерден CDES, мына жерде 20 мен 4-ті қысқартсам, мына жерде 5 қалады. 5-ке 9-ды көбейтем, 45. Демек, біз жауабы, мен оны қызылмен жазайын. Жауабы S, D, E, C. Ол 45-ке тең болды. Сонда мұнау S 20 болса, мұнау S 45-ке тең болады екен, ауданы, е. Бізде осымен есептер аяқталды. Келесі кездескенше